сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі өмірлік өткелдер каналында жаңа хикая. Өз қайнағасынан жүкті болған келіншек қайнағасымен жыныстық қатынасқа түсіп жүріп екі қабат болып қояды. Бұл жайлы енесі де хабардар еді. Ол барлығын көре біле тұра үндемеді. Бір отбасындағы үлкен үйдің ішіндегі өмір сырттай тыныш, іштей толқынысты болатын. Қала шетіндегі кең ауласы бар екі қабатты үйде Әлия апай екі ұлымен, екі келінімен және немерелерімен тұратын. Үлкен ұлы Серік, әйелі Гүлмира, кіші ұлы Нұрлан, әйелі Айгүл. Серік пен Гүлмираның баласы жоқ еді, ал Нұрлан мен Айгүлдің екі сүйкімді баласы бар болатын. Айгүл үйде отырған келіншек еді. Ол жұмыс істемейтін, бүкіл күнін үй шаруашылығына, балаларын бағуға және үйдің тәртібін сақтауға арнайтын. Таңертең ерте тұрып тамақ пісіретін, балаларды мектепке дайындайтын, үйді жинайтын, кешке Әлия апайға көмектесетін. Сырттай қарағанда өте ұқыпты, сабырлы әйел болып көрінетін, бірақ іштей өз өміріндегі бір нәрсенің жетіспей тұратынын сезетін. Серік 35-те, келбетті, жұмыс басты, отбасының тірегі еді. Бірақ тағдыр оған әкелік бақытын сыйламаған еді. Бірнеше жыл бұрын дәрігерлерге барғанда да қатты сөздермен соққы алған еді. Дәрігердің кабинеті әлі есінде. Ақ халатты дәрігер қағаздарды аударып отырып салмақты дауыспен айтқан еді: Серік мырза, өкінішке орай сіздің әйеліңізде бала көтеру белсенділігі өте аз. Табиғи жолмен бала көтеру мүмкіндік өте төмен. Емдеу курстарын өткізуге болады, бірақ толық нәтиже беруі екіталай. Серік сол күні үйге басы салбырап келген еді. Гүлмирамен бірге көп жылдар емделді. Түрлі клиникаларға барды, қымбат дәрілер ішті, бірақ еш нәтиже болмады. Әлия апай іштей қатты қиналатын, қанымыз үзіліп қалмауы керек, Серіктің көзіне қарауға болмайды деп ойлайтын. Бір күні кешке Әлия апай Айгүлді жалғыз шақырып алды. Үйде тек екеуі ғана қалған еді. Қызым, сен Нұрланның әйелісің, екі баланың анасысың. Үйде отырып отбасы үшін көп нәрсе жасап жүрсің, бірақ ағасы Серіктің жағдайын білесің. Дәрігерлер мүмкін емес деген. Егер сен Серік ағаңнан жүкті болсаң, ол баланы Гүлмира мен Серіктің баласы деп тіркеп өсіреміз. Ешкім білмейді. Сен тек отбасы үшін бір ұрпақ сыйлайсың. Балалы болып жатса, қайын ағаңа берерсің. Ол әке болады. Сен анасы болып, сырттай Гүлмира ана болып көрінеді дейді. Айгүл беті оттай қызарады, көздеріне жас толды. Апай, бұл не дегеніңіз? Мен өз күйеуімді сүймін. Мұндай нәрсе бара алмаймын. Мен үйде отырған келінмін, балаларым бар. Серік те естігенде алғашында қарсы болды, бірақ дәрігерлердің сөздеріне есіне түсіп іштей үміт оты жанды. Әлия апай сағаттап отырып отбасының болашағын, Серіктің азабын, қанның жалғасын айтты. Ақыры Серік те Айгүл де келісім берді. Әлия апай бәрін мұқият жоспарлады. Үйдің жоғарғы қабатындағы бөлек бөлмені әдемілеп, жұмсақ жарық, жаңа төсек орын дайындады. Нұрлан жұмыс бабымен 2 аптаға басқа қалаға кеткенде, Гүлмира жұмыста жүргенде Серікті больничныйға шығарып алады. Айгүл үйде болғандықтан балаларды Әлия апайға тапсырып бөлмеге кіруге мүмкіндік тудырады. Алғашқы кездесу өте ыңғайсыз басталды. Айгүл бөлмеге кіргенде ұялып, қолдарын қайда қоярын білмей тұрды. Серік те қабырғаға сүйеніп тұрды. Бірақ Серік жұмсақ дауыспен: Айгүл, егер жүкті болсаң, ол баланы маған бересің. Мен оны өзімнің балам деп өсіремін. Сен тек көмектессең болды. Айгүл басын изеді.
Серік оған жақындап алдымен маңдайына сүйді. Содан кейін мойнына, иығына, кеудесіне еріндерін тигізді. Әрбір қимылы нәзік, бірақ күшті еді. Айгүлдің денесі бірте-бірте жылынып, ұялшақтық ләззатқа айналды. Серік оның әрбір жерін сүйіп, аймалап, қоздырып, өзінің ер адамдық күшін көрсетті. Бірінші күні 1 сағатқа созылды. Айгүл Серіктің құшағында алғаш рет терең ләззатты сезінді. Үй шаруасынан шаршаған денесі енді мүлде басқаша толқып тұрды. 2 күннен кейін Әлия апай қайта шақырды. Ол жолы Айгүл өзгерген. Балаларды ұйықтатып, жуынып, шайынып, әдемі қара стринг киіп, шашын еркін жіберіп дайындалды. Бөлмеге кіргенде Серіктің көздері от шашты. Олар бір-біріне құмарлықпен құшақтасты. Бұл жолы 5-6 сағатқа созылған ыстық кездесу болды. Айгүл Серікті палшықлетіп жіберді. Өзі бірнеше рет шыңға жетті. Денелері бір-біріне сіңісіп, ыңыраңы бөлмені толтырды. Үйде отырған келіншек енді өзінің әйелдік күшін толық сезініп тұрды. Сол түннен бастап екеуінің арасында ерекше сезім оянды. Бұл енді тек отбасы үшін емес, бір-біріне деген шынайы тартымдылық еді. Серік Айгүлді менің құпия гүлім, баламның анасы деп атайтын. Айгүл күйеуі Нұрланмен жатқанда да Серікті ойлап, оның құшағын аңсайтын. Олар жарты жыл бойы құпия кездесулерін жалғастырды. Айгүл үйде болғандықтан Гүлмира жұмыста, Нұрлан кешіккен күндерде оңай кездесетін. Кейде үйде, кейде қаладағы пәтерге барып сағаттап бірге болатын. Серік Айгүлдің денесін әбден зерттеп, оның ләззатты шыңында шығарудың барлық әдісін меңгерді. Бірақ алғашқы айларда бала болмады. Әлия апай алаңдады. Серікті қайтадан дәрігерге апарады. Дәрігер емде курсын күшейту керек, бірақ іштей табиғи жолмен мүмкін емес деп ескерткен еді. Үшеуі арасындағы ғана бұл құпия қалады. Айгүл енді өзі күйеуінің Нұрланның құшағында ештеңе сезбейтін. Оның ойы, денесі, ләззаты бәрі Серік қайнағасында еді. Нұрланмен жақындасқанда көзін жұмып, Серіктің дауысын, иісін, күшті қимылдарын елестететін. Үй шаруасымен жүргенде де оның ойы үнемі Серікке ауып тұратын. Уақыт өте келе Айгүлдің еңбектері кешікті. Тест оң нәтиже көрсетті. Әлия апай қуанып, қызым, енді бала Серіктің баласы болады. Гүлмираға да айтамыз, ол да келіседі. Сырттай бәрі дұрыс болады. Серік Айгүлді құшақтап, көзіне жас төгіп, рахмет саған. Бұл менің балам болады. Сен оны маған бердің. Осылайша отбасының құпиясы сақталып, Серіктің жүрегіне үміт оты жанды. Айгүлдің ішінде өсіп келе жатқан бала отбасының жалғасы. Серіктің әкелік бақыты болмақ. Ал Серік пен Айгүлдің арасындағы сезім тереңдей түсіп, олардың өмірін құмарлықпен, нәзіктікке толтырды. Өмір жалғаса берді. Сырттай тыныш, іштей ыстық әрі құпия. Айгүл үйде отырып, енді 2 түрлі рөлді атқаратын. Сырттай Нұрланның әйелі, іштей Серіктің құпия махаббаты және болашақ баланың анасы еді.